Қытайдың шөлді инновациялары табиғаттың шекарасын бір күрекпен қайта жазу арқылы дәл осылай жасайды. Төбелерде сұлы өсіруден бастап, құмда шуақты қалалар салуға дейін Қытайдың көзқарасы ғылыми фантастика сияқты болып көрінеді. Бірақ сонымен бірге бұл өте шынайы. Бұл батыл күш-жігер шөлдердің енді жансыз шөлейт жерлер емес екенін дәлелдейді. Оның орнына олар жасыл электр станциялары мен құнарлы шаруашылықтарға айналуда. Осында қалып, не мүмкін екенін көріңіз. Адамның еркі технологияға сәйкес келгенде, және біздің планетамыздың келбетін өзгертетін соңғы жетістіктерді ешқашан жіберіп алмау үшін хабарландыру бюллетеніне жазылуды ұмытпаңыз. Күнеу қаласында қайта құру жұмыстары қарқынды жүріп жатыр. Қазір Такламакан шөлінің шетінде сұлы қай жерде өсіп жатқанын қараңыз. 133 гектардан астам дөңгелек алқаптар құнарсыз төбелерді ауыстырды. Макет сағат тіліне ұқсайтын айналмалы спринклерлердің қозғалысын қайталайды. Фермерлер төбелерді бульдозерлермен тегістеп, содан кейін өздігінен жүретін суару жүйелерін енгізді. Бұл жүйелер топырақты жақсарту үшін жоңышқа сұлы қатарларының арасында өсіріледі. Бұл құрғақшылыққа төзімді өсімдік құмды сақтайды, қоректік заттарды арттырады және топырақтағы су деңгейін тұрақтандырады. Оның терең тамыры құмды топырақта жақсы өседі. Бұл оны сұлы үшін тамаша серіктес етеді. Бұл ақылды қоспа дақылдардың өнімділігін арттырады. Жерді тиімді пайдалануға мүмкіндік береді және жергілікті экожүйеге көмектеседі. Қытайдағы шөлді инновациялар бұл жерде егіншіліктің жай ғана мүмкін емес екенін, оның дәлдік арқылы өркендейтінін дәлелдейді. Сабаннан жасалған тосқауыл. Бұл тыныш, бірақ қуатты шөл. Бұл құрал Қытай жерді қолға үйрету үшін үйінділердің үстіне тығыз торларға сабан төсеп жатыр. Бұл өрілген тосқауылдар желдің күшін азайтады, ылғалды сақтайды және жаңа өсімдіктердің өсуіне мүмкіндік береді. Үлгі қарапайым болып көрінуі мүмкін, бірақ оның әсері терең. Ағаш отырғызумен бірге құм тұрақты болып, тамыр жайып кетуі мүмкін. Бұл әдіс үлкен шөлдердің жансыз шөлдерден тірі шөлдерге айналуына көмектесті. Қытайдың шөлді инновациялары әрқашан жоғары технологиялық құралдарды пайдалана бермейді. Кейде ескі идеялар ақылмен қолданылады. Бұл сабан торлар шөлдердің таралуын бәсеңдетеді және жоғалған жасыл желектерді қайтарады. Бұл кішігірім әрекеттердің жерге келтірілген орасан зор зиянды қалай қалпына келтіретінін көрсетеді. Бұл орасан зор зиян. Теңізге шыға алмайтын Шыңжаңда таңғажайып көрініс бар. Балықтар шөлді су айдындарында жақсы өседі. Ақылды технология мен жер асты суларын пайдалана отырып, құрғақ құмдарда акваөсіру фермаларын өсіруге болады. Бұл жүйелер судың температурасын бақылайды, денсаулықты бақылайды және әрбір тамшысын қайта өңдейді. Мұндай балық фермалары жергілікті диетаны қолдайды және жаңа жұмыс орындарын ашады. Суды ұтымды пайдаланудың арқасында шөлдер азық-түлік орталықтарына айналды. Бұл жай ғана егіншілік емес, табиғаттың өзгеруі. Қытайдың шөл даладағы инновациялары шөлдерге тіршіліктің дамуы үшін өзендердің қажет еместігін көрсетеді. Өзінің адалдығы мен ғылымының арқасында Шыңжаң мүмкін болатын нәрсені қайта ойластырды. Құм топыраққа айналды. Су бақыланатын желілер арқылы ағып жатыр. Жасанды көлдерде балықтар жүзіп жүр. Бір кездері бос және құрғақ болған. Қазір бай және өнімді. Бұл мүлдем өзгерді. Бұл шөлді балық өсіретін фермалар жергілікті тұрғындарды тұрақты аквамәдениетке үйрету үшін оқу орталықтары ретінде де пайдаланылады. Жас кәсіпкерлер қазір осындай үлгілерді пайдалана отырып, өздерінің шағын бизнестерін ашуда. Табыс бұл жүйені Қытайдың басқа құрғақ аймақтарына таратуға қызығушылық тудырды. Утиян округы қазір бұрын тек жел соғатын қызғылт алқаптарға толы. Шөлдің кеңдігінде раушан гүлдері енді тамыры арқылы жерді мықтап ұстайды. Олардың жарқын түстері шаңнан ерекшеленеді. Бірақ олардың шынайы құндылығы жер астында жасырылған. Бұл өсімдіктер құмды тұрақтандырады, эрозияны болдырмайды және табыс әкеледі. Жергілікті фермерлер оларды сұлулық пен бизнес үшін өсіреді. Әрбір гүлдену сонымен қатар өмір сүруге көмектеседі. Раушан өсіру мұнда экономиканың маңызды саласына айналды. Қытайдың шөлді инновациялары шөлді жасылдандыруға ғана емес,
сонымен бірге адамдардың одан әрі дамуына мүмкіндік береді. Әр гүл сайын үміт арта түседі. Шөл бірте-бірте қауіптіден қолайлы шөлге айналуда. Гүлдер сонымен қатар гүл өнімдерін жинау, өңдеу және дамыту саласында жаңа жұмыс орындарын ашты. Маусымдық фестивальдер қазір туристерді қызықтырып, жергілікті экономикаға тағы бір деңгей қосуда. Балалар ата-аналары шаң мен күресті көрген раушан гүлдерін көріп өседі. Ютянда гүлдер жай ғана гүлдеп қоймайды. Олар жерді өздерімен бірге гүлденуге үйретеді. Бір кездері Чима округінде шөл дала жыл сайын жақындай түсті. Қазір 20 жылдық қажырлы еңбектің арқасында 8000 гектар ағаш 23 шақырымға созылып жатыр. Жергілікті тұрғындар көмек күтпеді. Олар алғашқы ағаш пайда болғанға дейін құдықтарды қазып, жолдар салып, су тауып, құбырларды төсеген. Такламакан шөлі орасан зор, бірақ мұндағы адамдар одан кем түспейді. Табандылық таныту. Олар ағаштан ағашқа жасыл қалқан тұрғызды. Енді бұл ағаштар қауіпті жерді буферлік аймаққа айналдырып, қалаларды ағып жатқан құмдардан қорғайды. Қытайдың шөлді инновациялары үкіметтің тапсырысы емес, жергілікті миссия болып табылады. Адамдар тамырларын қорғап, отырғызады, қорғайды және гүлдейді қашудың орнына. Шөлі бульдозерлер мен панельдерге толы. Әлемдегі ең ірі жаңартылатын энергия базасын құру жұмыстары қарқынды жүріп жатыр. Құрылыс аяқталғаннан кейін ол 16 миллион киловатт электр энергиясын өндіретін болады. Бұл 6 миллион тонна көмірді алмастыруға және көмір қышқыл газының шығарындыларын 16 миллион тоннаға азайтуға жеткілікті. Бұл жай ғана энергия емес, бұл өзгеріс. Бұл экологиялық таза, күн мен желмен жұмыс істейтін фермалар бұрын соңды ештеңе өспеген жерлерде орналасқан. Кейбір учаскелер қазірдің өзінде жұмыс істеп тұр. Қытайдың шөл даладағы инновациясы ашық құмдарды электр станцияларына айналдыруда. Күн және жел технологиялары шөлдерді қайтадан пайдалы етеді. Бұл ауысым жай ғана жасыл емес, бұл революциялық. Қалдықтарды байлыққа, ауаны электр энергиясына, жерді жарыққа айналдырады. Бір кездері өлім теңізі деп аталған Такламакан шөлі қазір ағаштармен қоршалған. Оның шетіне 3046 шақырымдық жасыл белдеу отырғызылды. Қазір мұнда қызғылт тал, шөл терек, сексеуіл сияқты өсімдіктер өседі. Енді олар құмның алға жылжуына жол бермейді. Жақында соңғы 285 шақырым жол жүріп өтіп, тосқауылды нығайтты. Бұл өсімдіктер жай тұрған жоқ. Олар күресіп жатыр. Олардың тамыры топыраққа терең енеді. Олардың болуы ауаны салқындатады. Олар құстар мен жәндіктерді кері қайтарады. Қытайдың шөл даладағы инновациясы құмға сызып қана қоймай, оны сызып тастады. Әр көшет сайын шөлдің күші әлсірейді. Қатал қыс жоспардың орындалуына кедергі болмады. Чиама округы мұздатылған құмға 600 мың қап көшет отырғызды. Бұл ағаштар нағыз шөл жауынгерлері. Олар ыстыққа, суыққа және құрғақтыққа шыдайды. Олардың тамыры жерге терең еніп, оны мықтап ұстайды. Уақыт өте келе бұл ағаштар жай ғана өсіп жатқан жоқ. Олар желді тоқтатады, ауаны тазартады, суды сақтайды және жабайы табиғатты қайтарады. Бір кездері бос болған нәрсе қазір жапырақтармен сыбырлайды. Қытайдағы шөл даладағы инновациялар қажырлы еңбек пен өзімді өсімдіктердің шөлді басып алуын әлсірететінін дәлелдейді. Әрбір ағаш өлуден бір қадам және жаңаруға бір қадам. Құмды дауылдар әлсіреп, ауа тазарып, орман қалыңдап, жер қалпына келеді.
Ненса провинциясындағы тәңір шөлінің қақ ортасында тыныш революция құмның астында жасырылған ылғалға жету үшін тұқымдарды жеткілікті терең көмуге арналған қарапайым құралдан басталды. Бұл серпіліс көшеттердің өмір сүруін айтарлықтай жақсартты және құнарсыз төбелерді жасыл аймақтарға айналдырды. Бірақ инновация мұнымен аяқталған жоқ. Өте жақын жерде биіктігі 3 метрлік панельдері бар күн энергиясын өндіретін ауқымды жоба шаңнан өсіп шықты. Бұл панельдер күн сәулесін жинап, астындағы топырақты көлеңкелеп, өсімдіктердің өсуі үшін салқынырақ, қолайлы орта жасайды. Олардың астындағы жер қазір өсімдіктерді қолдайды, ал жоғарғы қабаттағы күн электр станциясы мыңдаған үйлерді қуатпен қамтамасыз етеді. Бұл қос мақсатты шешім Қытайдың шөлді инновациясының негізгі бөлігі болып табылады. Ол қоршаған ортаны қалпына келтіруді жаңартылатын энергиямен байланыстырады. Ол жердегі тіршілікті қалпына келтіреді. Адамзаттың алға жылжуына тағы бір фактор ықпал етеді. Бір кездері жансыз және үмітсіз болып көрінген нәрсе қазір трансформацияның үлгісі болып табылады. Бұл берілгендікпен ойластырылған дизайн шөлді жерлерді тұрақты шекараларға айналдыра алатынының дәлелі. Химада фермерлер систан шөбін өсіреді. Ол сексеуіл ағаштарымен қоректеніп, тамырынан су алу арқылы өседі. Бірақ бұл бір түрлі серіктестік жұмыс істейді. Систанч өте құнды. Ол жылына 3 өнім жинайды. Үлкен төлемдер. Жергілікті билік мұны мүмкіндік деп санады. Олар отырғызуды ынталандырды, кооперативтер құрды және инвестицияларды ынталандырды. Бұл жерде Қытай шөлінде жаңашылдық аз. Бұл ақылды өмір сүру. Бұл өсімдіктер құнды тұрақтандырып, ақша табады. Бір кездері құнсыз болған жер қазір табыс әкеліп жатыр. Жел басылады, тамырлар бір-біріне мықтап жабысады. Фермерлер гүлденуде. Бұл әрі бизнес, әрі кедергі. Ең құрғақ жерде сирек кездесетін нәрсе болады. Шөлдерде қажеттінің бәрі бар. Цзиньчан қаласы бір кездері металмен әйгілі болған. Қазір мұнда гүлдер өседі. Қытай шөліндегі жаңашылдық оған екінші тұлға берді. Бұрын қызықсыз және шаңды болған нәрсе қазір жарқын және жанды. Лаванда алқаптары желде күлгін болып тербеледі. Күнбағыс күн сәулесінің астында жарқырайды. Бұл өсімдіктер сыртқы түрін өзгертіп қана қойған жоқ. Олар ауаны тазартып, туристерді өзіне тартып, экономиканың өсуіне ықпал етті. Цзиньчан қазір шығыс провинциясы деп аталады. Бұл өзгеріс кездейсоқ болған жоқ. Ол жоспарланған, салынған және қорғалған. Тау-кен жұмыстарынан бастап гүлденуіне дейін қаланың тарихы толығымен өзгерді. Міне, қатты тастың үстіне салынған жердің өзі сасып қалатынының дәлелі.